Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте ерекше дайындалатын астың рецептімен бөлісемін. Жасалу өте оңай, әрі дәмі де ерекше болып шығады. Көргендеріңізде арасына картоп пен тефтели қосылған және гарнирге күріш дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен блендерге пиязымызды өткізіп аламыз. Егер блендер болмаса, жаңағы қолмен де көбіктеп турап салсаңыздар болады. Фаршымызды қосып, үстіне жаңағы турап алған пиязымызды қосамыз да, бір жұмыртқамызды саламыз. Арасына пиязды қоспай жасасаңыздар да болады. Және дәміне қарай тұз бұрышын салатын боламыз. Және өзінің формасын жақсы ұстап тұру үшін арасына кішкене ұн қосып жібереміз. Егер де жаңағы фаршымыз сұйықтау болса, онда сәл тағы да үстінен ұнды қосып жібереміз. Сонда біздің тестамыз бір-біріне жақсы жабысатын болады. Егер де сұйық болып кетеді десеңіздер, арасына пиязды қоспай жасасаңыздар да болады. Енді осылай кішкене дөңгелекше етіп форма жасайтын боламыз. Тым қатты үлкен болмауы керек. Кішіректеу дөңгелек форма жасап алатын боламыз. Одан соң картопымызды аршып, осылай көбіктеп турап аламыз, жіңішкелеп етіп. Енді туралған картоптарымызды қызып тұрған майдың үстіне жан-жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Қатты тым күйіп кетпеуі қажет, және де майды да тым көп қатты құймай, сәл ғана құйсаңыздар жеткілікті. Осылай араластыра отырып қуырып аламыз. Енді көргендеріңізде біздің картоптар дайын болды. Дайын болған картопты енді бөлек ыдысқа салып аламыз. Картоптар әлі толық піскен жоқ, сол себепті жеуге әлі ерте. Мұны бөлек ыдысқа қойып қоямыз. Енді жаңағы картопты қуырған майдың үстіне дайындап алған тефтелілерді орналастыратын боламыз. Тефтели өзінің қалпын жақсы ұстап, келесі жағына оңай аударылатындай болған уақытта келесі жағына аудара бастаймыз. Мінекей біздің тефтелілер де дайын болды. Енді осы тефтелиді да бөлек ыдысқа салып аламыз. Көргендеріңізде тефтели әлі толық піскен жоқ, сол себепті жеуге әлі ерте. Енді келесі жаңа турап алған пияз, арасына сәбіз қоссаңыздар да болады. Мен перец қостым. Перецтің дәмі өте ерекше шығатын болғандықтан перецті де қосып жіберсеңіздер болады. Және де арасына томат қосамыз. Қызарып түсін келтіру үшін томат қостым. Осы жаңағы пияз бен перецті жақсылап қуырып алып, үстіне қайнаған суды құйып, қайнағаннан кейін барып жаңағы қуырып алған тефтелиді үстіне қосатын боламыз. Одан соң қуырып алған картопты да қосамыз. Енді шамамен 30 минуттай жаңағы осы судың ішінде буда пісіріп аламыз. Ол уақытта біз жаңағы гарнирін дайындаймыз. Менде гарнирға күрішін дайындадым. Және де бұған дәміне қарай тұзын да қосуды ұмытып кетпеңіздер. Енді қақпағын жауып, баяу отта 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей 30 минут уақыт өтіп қалды. Енді мен гарниріне күріш дайындадым. Гарнир да өте дәмді, әрі шашылып дайын болды біздің күрішіміз. Енді дастарханға осылай әдемі етіп қалауыңызша ұсына берсеңіздер болады. Мінекей біздің жаңағы етімізді, картопымызды дайын болды. Осымен біздің асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Және алдағы уақытта менің каналымнан түрлі видео рецепттер көргілеріңіз келсе, жоғарғыдағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен рецепт салған бойда сіздер бірден көре алатын боласыздар. Сол себепті каналымнан алыстамаңыздар, астарыңыз дәмді болсын.